Тоқтатып тұрды. Екінші кезеңдегі айталау. Ішке басқа ойнағысы келеді, бірақ Төлебек барлығын көріп отыр. Осындай тұстардан енді төрешілер іліп алады да кімнің соққысы мықты екенін, дәл тигенін анықтап отырады. Көрейік екінші раундтың қорытындысы бойынша. Екінші раундта екі төреші Жакиннің жеңісін тіркеді. Демек қазір 3-0 Нұрасыл Төлебектің пайдасына. Үшінші раундты ширағырақ өткізу керек. Ширақ тағы да бұқа секілді бірден атыла кетті. Жакин мүйізін қайырып алу керек қой. Міне нокдаун ба? Жоқ, нокдаун емес дейді. Ойна дейді. Қырыспай. Алдау керек. Міне қазір жақсы сериялы соққы Нұрасыл Төлебек тарапынан. Бірден атылғысы келген үшінші раундта Жакин, бірақ әдегеннен ақ Төлебек қарсыласын тоқтатып мысын басып қойды. Үшінші раундта қайтадан 1-2 біздің боксшының бақылауымен, басындығымен өтіп жатыр. Шақыр дейді, артқа қалай кетіп қалып бір қадам. Көрдіңіздер, жақсы көріп тұр, Нұрасыл қарсыласының соққыларын. Қолының үстінен де қарсылас ұрған кезде үстінен ұрып жіберіп жатыр. Линч. Бапкерлер де айтып отыр, шаршады дейді. Соңғы күш, соңғы қазір 30 секунд уақыт. Жакин де біраз күшін жоғалтты. Тағы да жанға жақсы өткізіп жіберді. Соңғы секунд. Апперкот астынан ұра берді дейді. Жаңағы бір сәтте Жакиннің да соққысы тиіп кетті. Сонымен жекпе-жек аяқталды. Қадірмен жанкер бұйырса, қазір Қазақстан құрамасының қоржынына осы жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатының 4-ші алтыны түседі деген сеніммен отырмыз. Кеше қыздарымыз 3 алтын алып берген. Бүгін өз бір ғана финалистіміз бар. Жақсы ойнап шықты Нұрасыл. Екке бөлінген. Бәрекелді Нұрасыл Төлебек. Міне қадірменді жанкүйер 4-1 есебімен жеңіске жетті. Осылайша жасөспірімдер арасында әлем чемпионатында топ жарды. 4-1. Gold medalist from Kazakhstan, Nurasul Төлебек. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Kazakhstan.
жарды. Қазақстан құрамасының қоржынына 4-ші алтын жүлдені